Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үндеу. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, мен Гүлстан Хамид сізге қарапайым ана, қайғыдан қан жұтқан әйел ретінде жүгініп отырмын. Мен 2024 жылдың 20 шілдесінде Алматы қаласында жұмбақ жағдайда қаза тапқан Ақнар есімді қыздың анасымын. Қызым Ақнар 5 тілде еркін сөйлейтін Кемел университетінің түлегі. Арманы асқақ, болашағынан зор үміт күттірген дарынды жас еді. Ол 7-ші қабаттан құлап көз жұмды. Бірақ дәлелдер мен видео материалдар оның бұл қадамға өз еркімен бармағанын анық көрсетеді. Денесінде азаптаудың ауыр іздері болды. Телефонынан табылған видеоларда қызымды ұрып-соғып, қорлап жатқан сәттер бейнеленген. Қауіпсіздік камераларынан алынған жазбаларда оны терезеден лақтырып жібергені анық көрінеді. Уақиғадан кейін қызымның барлық мүлкі, ақшасы, заттары, тіпті киімдері де жоқ болып шықты. Оның жанында болған екі қыз, Қытай Халық Республикасының азаматтары Рана Асқар мен Дидар Мұқият осы қылмысқа тікелей қатысы болуы мүмкін. Соған қарамастан олар бостандықта жүр. Бірі тіпті елден шығып қайта оралды. Енді бірі 2025 жылдың 25 январында Қазақстан Республикасының азаматтығын алды. Тергеп тексеру амалдары жүргізілу барысында ешқандай бұлтартпау шарасы қолданылған жоқ. Алматы қалалық тергеу органы мен прокуратурасы бұл істі жеңіл баппен өзіне өзі қол жұмсауға итермелеу деп бағалап, шынайы тергеу жүргізбей отыр. Қаншама дәлел мен куәлік бола тұра істің бағыты өзгертілмей, күдіктілер жауапқа тартылмай келеді. Құрметті президент мырза, сізден аналық жүрекпен, қайғыдан қажыған жан айқайыммен әділдік іздеген азамат ретінде өтініп сұраймын. Бірінші, Ақнар ісі бойынша тергеуді қылмыстық кодекстің 99 және 126 баптары бойынша қайта саралау туралы нұсқау беруіңізді. Екінші, Алматыдағы тергеу органдарына сенімсіздік білдіре отырып, істі Астана қаласынан арнайы тергеу тобының бақылауына тапсыруыңызды. Үшінші, қызымның өліміне қатысы бар күдікті тұлғаларды қамауға алуға және әділ тергеу жүргізуге ықпал етуіңізді сұраймын. Құрметті президент мырза, өзіңіз айтқандай, елде заң үстемдігі орнаса, халықтың билікке деген сенімі нығаяды деген сөзіңізге мен толықтай сенемін. Енді осы сөздер нақты іспен дәлелденеді деп үміт артып отырмын. Мен тек қызым үшін емес, барлық аналар мен болашақ ұрпақ үшін әділет сұрап отырмын. Қызымның өмірі жай ғана сан қатарында жазылған статистика болмауы керек. Ол тірі жан еді. Арманы бар, болашағы бар. Сүйікті балам еді. Сол баламның әділдікке лайық екенін дәлелдеуге көмектесуіңізді сұраймын. Құрметпен, Қазақстан Республикасының азаматы Гүлстан Хамид, марқұм Ақнардың анасы, Алматы қаласы 2025 жылы 21 мамыр.